Сәлем достар, қош келдіңіздер біздің ақылды жүйелер және IoT YouTube каналына. Сіздермен бірге мен Амантур Амангелдіұлы. Бүгінгі тақырыбымыз схеманы оқу. Бұл тақырып 3 видеоны қамтиды. Бірінші бөлімде біз жалпы схема туралы, схеманың түрлері, типтері қарастырылады. Екінші бөлімде әрбір схемада орналасқан әрбір элементтің шартты графикалық белгілері қарастырылады. Резистор, конденсатор, транзистор сияқты. Және үшінші видеода микросхеманың шарттық белгілері қарастырылады. Сөйтіп осы 3 видеомен схеманы оқу тақырыбын аламыз. Ал ендеше кеттік. Сабақта біз мынау терминдермен танысамыз. Негізгі ұғым ол схема. Схема техниканың тілі. Кез келген құрылғының жұмысы осы схема арқылы сипатталады. Схема ол құжат болып саналады, қағазда сызылады. Одан кейін осы схема бойынша негізінде нақты реал физикалық элементтер арқылы платада орналастырып құрылғы жасаймыз. Яғни монтаж арқылы. Схемадан плата пайда болады. Схема сызу үшін не қажет? Ол үшін әрине альбом қажет, сызғыш қажет, құрал саймандар қажет. Және автомат түрде бағдарламалар қажет, ол автокад. Платаны жинау үшін не қажет? Плата жинау үшін әрине платаның өзі қажет, текстолит немесе гетинакс, және паяльник қажет. Паяльник арқылы біз пайпы жасаймыз әрбір элементті платаға. Және автоматты түрде ПКАД деген бағдарлама арқылы жасай аламыз. Схемалар мынандай форматтарда орындалады. A0-ден бастап A4-ке дейін. Әдетте A4 қолданылады біздің күнделікті. A4 форматында схеманы сызу ережесі осындай. Құрылғы мен қондырғының айырмашылығы неде? Құрылғы ол мобильді болады. Қолменен әр жерге біз ұстап жылжыта береміз. Ал қондырғы ол стационар бір жерде орнатылады. Еш жаққа қозғалмайды. Екеуінің де қызметі схемада беріледі. Ұқсас, бірақ қозғалу, қозғалмау арқылы ерекшеленеді. Схеманың түрлері мынандай түрі бар. Ол электр, гидравликалық, пневматикалық, кинематикалық, оптикалық, энергетикалық, газды схема, вакуумды және аралас. Және схеманың типтеріне құрылымдық схема, функционалды, принципиал, жалғау, қосу, жалпы, орналасу, біріктіру схемалар жатады. Енді жеке-жеке қарастырайық. Құрылымдық схема ол ең бірінші схема сызылатын. Бұл жерде құрылғының, қондырғының ішкі элементтері, блоктары нөмірленіп, өзара байланыстырылады. Ең қарапайым осы схема. Функционалды схема бұл құрылғының функционалды қызметін анықтайды. Яғни кіріс-шығыс сигналдары беріледі, физикалық параметр, технологиялық параметрлер беріледі, және олар қай жерде орналасады көрсетіледі. Әрине физикалық функционалдық схемаларда әртүрлі сигналдар, ағындар, су, ауа ағыны көрсетіледі. Олар осы кесте бойынша сипатталады. Принципиал схема ол ең күрделі схема. Бұл схемада толық құрылғының, қондырғының жұмысы көрсетіледі. Яғни ішкі әрбір элементі көрсетіледі. Резистор, конденсатор, транзистор, тағы басқа.
әрбір нүкте контрольный точкада сигналдың мәні көрсетіледі. Сондықтан бұл өте подробный, толық берілген схема. Және оған қосымша ретінде список обозначений болады. Төменде әрбір элементтің аты және қанша данасы бар көрсетіледі. Жалғау схемасы құрылғының сыртқы басқа құрылғылармен қалай жалғанатыны көрсетіледі. Сигнал қай жерден барады, қай жерден келетіні көрсетіледі. Нөмірлері беріледі. Қосу схемасы бұл да сол сияқты. Бұл жерде де порттар, әр плата қалай байланысады, қандай сигналдар кіреді, қандай сигналдар шығады, соның бәрі көрсетіледі. Орналасу схемасы бұл план кәдімгі. Мысалы, үйдің бөлмеде мынау су қыздырғыш қазанды қалай орналасады, соның схемасы көрсетілген. Астында мынау нөмірлеп қойылған блоктардың аттары берілген тізімде. Гидравликалық схема бұл электр схемадан кейінгі екінші схема. Бұл жерде энергия, су энергиясы пайдаланылады, судың қысымы пайдаланылады. Насостар, компрессорлар тағы басқа. Пневматикалық схемада ауа немесе газдың қысымы пайдаланылады. Бұл жерде де насостар бар, бірақ ауаның насосы болады. Поршендер тағы басқалар. Кинематикалық схемада қатты денелердің, механизмдердің схемалары көрсетіледі, яғни механический звенья дейді ғой. Бұл лифт болуы мүмкін, сағат болуы мүмкін, тағы басқа. Оптикалық схемада оптикалық құрылғылар, яғни фотоаппараттың схемасы берілген бұл жерде. Қажетті кітаптар, мынау бірінші электр схемалар автоматиканың, ол Эдемскийдің кітабы, екіншіден мектептің черчение сызу кітабы, одан кейін плата жасау үшін мынау үшінші кітап Медведевтің печатные платы, конструкция материалы деген. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.